Саламатсыздар ма? Біз халықаралық экономика курсын жалғастырамыз. Бүгін сіздермен 7-ші тақырыпты өтеміз. Тақырыптың негізгі атауы сыртқы сауда саясаты және оның құралдары деп аталады. Бұл тақырып бойынша 4 сұрақ қарастырылады. Бірінші, сауда саясаттарының мәні мен түрлері, екінші, тарифтер экономикасы, үшінші, тарифке қарсы және жақтайтын аргументтер, және төртіншісі, саудалық шектеулердің тарифтік емес түрлері. Бұл тақырыпта қарастырылатын негізгі түсініктер бұл еркін сауда саясаты, яғни мемлекеттің сыртқы саудаға тікелей араласа алмауы, оның еркін сұраныс пен ұсыныс күшімен дамуы. Екінші, кедендік тариф ұғымы, яғни бұл елдің кедендік шекарасынан өткізілетін тауарларының кедендік құнынан күні бұрын белгіленген ставка бойынша алынатын төлемдер. Кіші елдер ұғымы, яғни импорттық тауарға сұраныстың өзгеруі әлемдік бағаға әсерін тигізбейтін елдер. Протекционизм, яғни ішкі нарықта шетел бәсекеден қорғау жолында кеден тарифтері мен тарифтік емес реттеу әдістерін қолдану саясаты. Сауданы ырықсыздандыру, яғни халықаралық сауда жолындағы шектеулер мен кедергілерді жою. Сыртқы сауда саясаты деген ұғым, яғни бұл мемлекеттің басқа елдермен сауда қатынастарын реттейтін және дамытуға бағытталған іс-әрекеті. Және үлкен елдер ұғымы, бұл жерде импортқа ішкі сұраныстың өзгеруі әлемдік баға деңгейіне әсер ете алатын елдер. Яғни бұндай елдердің саны өте аз болып келеді. Халықаралық сауда саласында саясаттың негізгі екі түрі бар. Ол халықаралық сауда саясаты және сыртқы сауда саясаты. Халықаралық сауда саясаты бұл халықаралық сауда саласында жалпынан қабылданған саясат болып табылады және дүниежүзілік сауда ұйымы жүргізеді және ол әлем елдерінің көпшілігі тарапынан қолдау тауып отыр. Мұндай саясатқа халықаралық сауданы ырықтандыруды жатқызуға болады. Екіншісі бұл сыртқы сауда саясаты, яғни мемлекеттің басқа елдермен сауда қатынастарын реттейтін және дамытуға бағытталған іс-әрекеті болып табылады. Бұл жерде сыртқы сауда байланыстарын реттейтін құралдар ұлттық және халықаралық деңгейде дамиды. Сыртқы сауда саясатын жүргізудің негізгі мақсаты, бірінші, ол осы елдің халықаралық еңбек бөлінісіне кіруінің дәрежесі мен әдісін өзгерту, екінші, экспорт пен импорт көлемдерін өзгерту, үшінші, бұл елді қажетті ресурстармен қамтамасыз ету, яғни шикізат, энергия және тағы басқа да негізгі шикізаттармен қамтамасыз ету қарастырылады. Төртіншісі, экспорт пен импорт бағаларының арасындағы арақатынасын негізгі өзгерту. Елдің экспорттық саясатында қабылданған шаралар келесідей түрден тұрады. Яғни біріншісі бұл экспорттық саланың дамуы үшін жағдай жасау немесе экспорттық өндіріс саласын бағалау, кейбір саланың дамуын бағалау және импорттық өндіріспен бәсекелесу үшін мүмкіндік жоқ салаларды жабу бағдарламасын қабылдау. Және үшіншісі, бұл егер белгілі бір саланың болашақта әлемдік нарықта белгілі бір орынды қамтамасыз ету мүмкіндігі болатын болса, бірақ та осы мүмкіндіктерді жүзеге асыру жағдайлары болмаған уақытта біз осы елдің экспорттық саясатында осындай шараларды қолдана алады екенбіз. Импорттық саясатты жүзеге асыру кезінде төмендегідей негізгі әдістер қолданылады. Ол бірінші, тауарлар өндірісіндегі ұлттық мүмкіндікті талдау. Екіншісі, бұл импорттың ұлттық экономика құрылымдағы экспорттық позициясындағы орнын анықтау және әлемдік нарық тенденцияларын талдау болып табылады. Сыртқы сауда саясатының негізгі екі түрі бар. Біріншісі, ол еркін сауда саясаты, екіншісі протекционизм. Еркін сауда саясаты бұл мемлекеттің сыртқы саудаға тікелей араласа алмауы, оның еркін сұраныс пен ұсыныс күшімен дамуы. Яғни бұл жерде сауданы ырықсыздандыру деген негізгі терминді қолданған дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан да бұл сауданы ырықсыздандыру дегеніміз халықаралық сауда жолындағы шектеулер мен кедергілерді жою. Негізінде бұл саясат бізде Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін дамыған. Яғни бұл саясаттың негізгі қалыптасуы абсолютті артықшылық теориясының негізгі авторы Адам Смиттің негізгі атымен байланыстырылады. Яғни еркін сауда саясатының негізгі түрін және осы жаңағы сауданы ырықсыздандыру теориясы бұл бізде
Адам Смиттің негізгі еңбектерінде қарастырылған. Екіншісі бұл протекционизм. Протекционизм ішкі нарықты шетел бәсекесінен қорғау жолында кеден тарифтер мен тарифтік емес реттеу әдістерін қолдану саясаты. Яғни бұл саясатты қолдана отырып, мемлекет өзінің ішкі өндірушілерін, яғни ұлттық тауар өндірушілерді шетел бәсекелестерінен қорғаудың мүмкіндіктерін алады. Протекционизмнің өзінің бірнеше түрі болады. Протекционистік тенденцияның дамуы протекционизмнің келесідей формаларын бөліп көрсетуге болады. Бұл жерде жаңағы селективті протекционизм, салалық протекционизм және жасырын протекционизм деген үш түрін көрсетуге болады. Және протекционистік тенденцияның дамуы протекционизмнің келесідей формаларын бөліп көрсетеді. Бірінші бұл селективті протекционизм, яғни бұл белгілі бір тауардан немесе белгілі бір елден қорғану үшін қолданылатын негізгі саясаттың түрі болып табылады. Екіншісі салалық протекционизм, бұл нақты бір саланы қорғау үшін қолданылатын негізгі саясат. Үшіншісі коллективті протекционизм, яғни белгілі бір халықаралық экономикалық интеграцияға, ынтымақтастыққа, одаққа біріккен мемлекеттердің басқа елдермен сауда жасау кезіндегі өзара жаңағы қорғау саясаты болып табылады. Келесі жасырын протекционизм, бұл кедендік емес әдістер арқылы қорғау. Яғни бізде жаңа кедендік емес әдістерге көбінесе лицензиялау, одан кейін экспортты жаңағы субсидиялау деген сияқты, сонымен қатар демпинг деген сияқты негізгі кедендік емес әдістер қолданылады. Сонымен қатар стандарттау, сертификаттау деген сияқты негізгі құралдарды қолдау арқылы ішкі негізгі өндірушілерді басқа шетелдік өндірушілерден қорғаудың негізгі түрі болып табылады. Сонымен қатар жасыл протекционизм деген негізгі ұғым бар. Ол көбінесе қоршаған ортаны, табиғатты қорғау кезінде қолданылатын және экологиялық құқық нормаларын көмегімен протекционизмді орнатуды айтады екенбіз. Протекционизмнің оның өзінің бір пайдалы жақтары бар. Оған тоқталатын болсақ, ол жұмыссыздықтың мөлшерін азайтуға септігін тигізеді. Протекционизм өйткені деген бұл жерде шет мемлекеттен тауарларды, қызметтерді алу шектеледі немесе мүлдем тоқтатылады. Сол жағдайда ішкі өндірушілер өзіміздің ішкі тұтынушыларды тауарлармен қамтамасыз ету кезінде сол өнімнің көлемін арттыру үшін жұмыс күшіне деген сұранысты көбейтеді. Яғни осы жағдайда халық ішкі экономикада жұмыспен қамтылып, жұмыссыздықтың мөлшері азая бастайды екен. Екінші, өндірістің диверсификациясын орнатады, яғни өндірістің ішкі негізгі өнім өндіру процесі әртараптандырыла бастайды. Яғни бұл жерде жаңағы тауардың номенклатурасы, ассортименттерінің көлем түрлері және жаңа тауарларды шығару сияқты негізгі саясаттар қолданады. Үшінші, бұл жаңа экономиканың дамуына, жаңа салалардың дамуына үлесін қосады. Төртінші, жеке бизнесті дамытуға қажет болып табылады. Бесінші, бұл мемлекеттік бюджеттің табысын ұлғайтады, өйткені ішкі негізгі өндіруші фирмалар өздерінің тауарларын ұлттық нарықта сату кезінде олардың түсетін негізгі кірісі жоғарылайды дағы корпоративтік пайда салығының негізгі көлемі арту арқылы жаңағы бюджетке түсетін негізгі түсімдік қаражаттары көбейеді. Келесі, бұл ұлттық өнімдер мен қызмет көрсетулер сауда мөлшерін көбейтіп отырады. Сегізінші, бұл бізде ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді екен және төлем балансын ұлғайтады. Және ең соңғысы, бұл мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін орнатуға мүмкіндік беріп отырады. Кеден тарифтерінің жіктелуіне келетін болсақ, оны бірнеше белгілеріне қарай жіктеуге болады. Мысалы, жаңағы салық салу формасына қарай кеден басы салықтарын белгілеудің үш негізгі әдісі бар. Ол однобор спецификалық аралас, ал кеден басы салықтар салымдар объектісі бойынша ол үшке жіктеледі: импорттық, экспорттық және транзиттік болып. Және кеден басы салықтары мінезі бойынша үшке жіктелуі мүмкін. Ол маусымдық, демпингке қарсы және компенсациялық. Және төртінші негізгі бөлігі бұл белгісі кеден басы салықтарының шығу тегі бойынша жіктеледі. Ол түріне қарай
жаңағы кеден баж салықтарының үш негізгі түрі болады. Ол автономдық, конвенциялық, яғни келісім жасау негізінде болады, және преференциалдық, яғни жеңілдетілген негізгі кеден баж салықтарын қолдану мүмкіндіктері туады екен. Баж салығы дегеніміз бұл экспорт пен импорт шарты болып табылатын тауарды экспорттау және импорттау жағдайында кеден органдарымен алынатын міндетті төлем болып табылады. Баж салығының атқаратын негізгі үш қызметі болады. Ол фискалды, протекционистік және баланстық негізгі қызметтерді атқарады. Және баж салығының жіктелуіне келетін болсақ, ол алу тәсілдеріне байланысты бұл баж салығының негізгі үш түрі болады: адвалорлық, ерекше және біріккен. Адвалорлық дегеніміз тауар кедендік құнына салынады және процентпен есептелінеді. Ал ерекше кеден баж салықтары бұл тауардың салмағынан, көлемінен, данасынан алынатын баж салығы болып табылады. Ал біріккен бұл жерде тауарға бір уақытта адвалорлыда ерекшеде баж салықтарының біріктіріліп салынуы қарастырылады. Салу объектісіне байланысты біз жаңа айтып өттік, оның үш негізгі түрі болады: экспорттық, импорттық және транзиттік деген. Экспорттық бұл мемлекеттің кеден территориясынан тыс шығатын экспорттық тауарларға салынады. Ал импорттық кеден баж салығы бұл елдің ішкі нарығында еркін айналымда болу мақсатымен импорттық тауарларға салынады. Ал транзиттік кеден баж салығы бұл белгілі бір елдің территориясы арқылы транзитпен тасымалданатын тауарларға салынатын негізгі кеден баж салығының түрі. Сипатына байланысты кеден баж салығының негізгі үш түрі болады. Ол маусымдық, демпингке қарсы және компенсациялық. Маусымдық кеден баж салығына келетін болсақ, бұл халықаралық саудада маусымдық сипаттағы өнімдердің көлемін реттеу үшін қолданылады. Мысалы, жаңағы ауыл шаруашылығы өнімдегі, сол сияқты құрылыс материалдарының шығуы кезіндегі негізгі қойылатын кеден баж салықтары. Екінші бұл демпингке қарсы кеден баж салығы. Яғни экспорттаушы елдегі тұрақты бағасынан неғұрлым төмен бағамен тауарды белгілі бір ел территориясына әкелу жағдайында қолданылады. Яғни бұл жаңағы тауардың өзіндік құнынан төмен бағаға сатылмауына жол бермеу үшін қойылатын негізгі кеден баж салығы болып табылады. Және үшіншісі бұл компенсациялық кеден баж салығы. Бұл белгілі бір тауарды өндіру жағдайында тікелей немесе жанама субсидиялар қолданылса, сол тауардың импортына салынатын баж салығы болып табылады. Ал енді пайда болуына байланысты бұл баж салығының үш түрі болады: автономды, конвенциялық және преференциалды. Автономды кеден баж салығы дегеніміз елдің мемлекеттік билік органдарының бір жақты шешімдері негізінде енгізілетін кеден баж салығы болып табылады. Ал конвенциялық дегеніміз екі немесе көп жақты келісім негізінде белгіленген баж салығы болып табылады. Яғни бұл кеден баж салығын қою кезінде сауда жасаушы мемлекеттер, жаңағы бірнеше мемлекет өзара келісе отырып, белгілі бір деңгейде баж салығын қояды. Соны біз конвенциялық кеден баж салығы деп атаймыз. Үшіншісі бұл преференциалды, яғни әрекет етуші кеден тарифімен салыстырғанда ставкалар төмен, көп жақты келісімдер негізінде салынатын баж салығы. Көбінесе бұл преференциалды баж салығы артта қалған елдермен немесе дамушы елдермен сауда жасау кезінде олардың жаңағы сыртқы сауда саясатын қолдау үшін қойылатын кеден баж салығының бірі болып табылады. Ставкалардың түрлеріне байланысты кеден баж салығының екі түрі бар. Біреуі оның тұрақты, екіншісі өзгермелі. Тұрақты кеден баж салығы дегеніміз бұл мемлекеттік билік органдарымен бекітілген және әртүрлі жағдайларға байланысты ставкалары өзгермейтін баж салығы болып табылады. Ал өзгермелі деп отырғанымыз мемлекеттік билік органдарымен бекітілген және әртүрлі жағдайларға байланысты ставкалары бұл жаңағы өзгеріп тұратын баж салығы болып табылады. Кедендік баж салықтарының өзінің атқаратын негізгі қызметтері бар деп айтты. Оның үш қызметі бар: фискалдық, протекционистік және теңестіруші негізгі қызметті. Әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, бұл фискалдық, экспорттық, импорттық баж салықтары, олар мемлекеттік бюджеттің табысты бөлігін құрайды. Сондықтан да бұл жерде жаңағы кеден баж салығы Қазақстан Республикасының жаңағы республикалық деңгейдегі ұлттық бюджеттің қалыптастыру кезінде бұл кеден баж салықтары жанама салығы ретінде бірден жоғарғы деңгейдегі бюджетке барып түседі. Екінші протекционистік немесе қорғаушы негізгі қызметі бар.
мемлекет осы негізгі кеден баж салықтарын қою арқылы өзіміздің отандық өндірушілерді бәсекеден қорғайды. Және үшінші қызметі бұл теңестіруші қызметі дедік. Яғни экспорттық баж салықтарына қатысты, яғни ішкі нарықтағы бағасы әлемдік нарықтағы бағадан төмен тауарлардың экспортқа шығуын азайту мақсатында қолданылады. Сондықтан да бұл жерде бұл кеден баж салығының жаңағы экспорт пен импортқа келетін тауарлардың бағасының арасындағы тепе-теңдікті сақтау кезінде өзінің негізгі атқаратын қызметі бар екенін көруге болады. Салық салу формасына қарай кедендік баж салығын белгілеудің үш негізгі әдісі бар. Ол адвалорлық, спецификалық және аралас. Адвалорлық бұл импортталатын тауардың құнынан пайыздық түрде алынатын салық. Мысалы алатын болсақ, мұздатқыштарды кеден арқылы өткізген кезде оның бағасының 15% түрінде кеден баж салығы белгіленеді. Спецификалық бұл импортталатын тауардың көлемі мен салмағынан тұрақты ақша сомасы түрінде алынады. Яғни мысал келтіретін болсақ, металдың әрбір тоннасына міндетті түрде 15 ақш доллары көлемінде спецификалық кеден баж салығы қойылады. Және аралас дегеніміз бұл импортталған тауардан бір мезгілде адвалорлық және спецификалық тауарлардың алынуы. Яғни бұл жерде мысалы автокөліктерді біз кеден территориясы арқылы өткізетін болсақ, бұл автокөліктердің негізгі салмағы да сонымен қатар құны да өте жоғары болып табылғандықтан, оған екі түрлі негізгі салықты қою арқылы республикалық бюджетке түсетін негізгі салықтық түсімді жоғарылатуға болады. Кедендік тарифтерді үш түрлі салық ставкаларын қолдану арқылы анықтауға болады: максималды, минималды және преференциалды. Яғни максималды салық ставкасы ол сауда келісімі жоқ елдермен саудада қолданылады, ал минималды дегеніміз белгілі бір режимді енгізу туралы келісу жағдайында сауда келісімі бар елдерде қолданылады. Ал преференциалды салық ставкасы бұл дамушы елдерден алынатын импорттық тауарларға салынатын кедендік тарифтің түрі болып табылады. Енді тарифтік емес шектеулерге келетін болсақ, ондай шектеулерді біз бірнеше белгілеріне қарай топтастыру, жіктеуімізге болады. Бірінші бұл саудаға мемлекеттің араласуымен байланысты шектеулер, яғни оның негізгі түрлеріне экспортты субсидиялар, мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік кәсіпорындардың саудалық операцияларын жатқызуға болады. Екінші бұл кедендік және әкімшілдік импорттық рәсімдеулер, яғни бұл жерде тарифтің түрлерін, кеден бағаларын анықтау жатады. Үшіншісі тауарларды маркілеу мен қаптауға талаптарға қоса қойылатын стандарттар, яғни кеденнен өткізілетін негізгі тауарлардың стандарттарға сәйкес келуі және олардың сапа немесе елдегі өндірілген түріне байланысты сертификаттарының болуы. Және төртінші бұл арнайы саудалық кедергілер. Оларға жатады импортты лицензиялау және квоталау, және ең жоғарғы бағаны қою сияқты негізгі арнайы тарифтік емес шектеулер қолданылады екен. Және ең соңғысы бұл импорттық алымдар түріндегі тарифтік емес шектеулер, яғни импорттық депозиттерді, несиелік шектеулерді қою. Импортты тікелей реттейтін құралдар бұлар лицензия мен квота түрінде болады, және сауда саясатының сандық тарифтік емес құралдарына бұл квоталау, лицензиялау, экспортты ерікті шектеу жатады. Ал жасырын тарифтік емес сауда саясатының құралдарына келетін болсақ, оларға жататындар мемлекеттік сатып алымдар, техникалық шектеулер, салықтар мен жинақтар. Сонымен қатар қаржылық тарифтік емес сауда саясатының құралдары жатады. Оған демпинг, субсидиялау, экспортты несиелеу жатады екен. Сандық шектеулердің кең тараған формалары ретінде біз квота мен лицензияны қарастырамыз. Квота дегеніміз бұл белгіленген мерзім ішінде белгіленген бағамен, белгіленген көлемдегі тауарлардың экспорт мен импортына тарифтік емес сандық шектеу қою шарасы болып табылады. Ал лицензиялау дегеніміз бұл белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір көлемдегі тауардың экспорты мен импортына берілетін рұқсаттар арқылы сыртқы экономикалық қызметті реттеуді көрсетеміз. Сонымен қатар техникалық кедергілер
қолданылады. Бұл тауарлардың сапасына, көлеміне қойылатын стандарттық талаптар ретінде болады. Келесі бұл экспорттық субсидия, яғни ұлттық экспортерлерге бюджеттік төлемдерді қарастыратын сауда саясатының қаржылық тарифтік емес әдісі болып табылады. Және келесі бұл экспорттық несиелендіру, яғни мемлекеттің ұлттық фирмаларының экспортын қаржылай ынталандыратын сауда саясатының қаржылық тарифтік емес әдісі болып табылады. Лицензияның нақты формалары ол үшке бөлінеді. Бұл бас лицензия, автоматты лицензия және ғаламды лицензия болып. Лицензиялаудың түрлері бұл біріншіден жаңа біз айтып кеткендей бір реттік лицензия беріледі, яғни бір сыртқы экономикалық мәмілені іске асыруға нақты фирмаға үкіметпен берілетін бір жылға дейін тауарды экспорттауға немесе импорттауға жазбаша рұқсатты білдіреді. Генералды лицензия дегеніміз, бас лицензия бұл бір жыл ішінде шексіз мәміле іске асыруға, тауарды экспорттауға және импорттауға жазбаша рұқсат. Ғаламдық лицензия деп отырғанымыз бұл кез келген елге белгілі бір мерзім ішінде көлемі мен құнына байланыссыз белгілі бір тауарды экспорттау немесе импорттау рұқсаты болып табылады. Сонымен қатар бізде автоматты лицензия деген қолданылады. Бұл мемлекеттік органдарының кедергілерсіз экспортер мен импортер тарапынан арыз алынған жағдайда берілетін жазбаша рұқсат болып табылады. Экспорттық несиелеу келесідей формаларға ие болады. Бұл бірінші ұлттық экспорттаушымен субсидияланатын несиелер, екінші бұл ұлттық экспорттаушылардың экспорттық тәуекелдерін сақтандыру және шетелдік импорттаушылар мен мемлекеттік несиелер түрінде болады. Халықаралық сауданы шектеу демпингтің арқасында болуы мүмкін. Ол демпинг дегеніміз өзінің құнынан төмен бағамен тауарларды экспорттау немесе ішкі нарықтағы бағадан төмен бағамен шығаруды айтады. Коммерциялық тәжірибеде демпингтің келесі негізгі түрлері болады. Ол тұрақты демпинг, кері демпинг және спорадиялық демпинг. Демпингті жүзеге асыру үшін қажетті шарттар бұл әртүрлі елдерде тауарға деген сұраныс икемділігінің артықшылықтары, жетілмеген бәсеке жағдайы және нарықтың сегменттелуі. Әрі қарай біз осы тақырыпқа сәйкес негізгі қолданылатын тест сұрақтарын қарастырамыз. Осы тест сұрақтарына жауап беру арқылы сіздер қаншалықты тақырыпты меңгергендеріңізді анықтай аласыздар. Тарифті енгізуге байланысты біз жаңағы түсетін пайданы анықтау елдерді екіге бөледі. Ол үлкен және кіші елдер. Үлкен елдер дегеніміз бұл сол мемлекеттің ішіндегі жаңағы экспортқа немесе импортқа келетін тауарлардың көлеміне әсер ете алатын елдер. Ал кіші елдер дегеніміз бұл экспорттық және импорттық тауарлардың бағасына әсер ете алмайтын елдер болып табылады. Сұрақтарға жауап беру арқылы сіздер өздеріңіздің нәтижелеріңізді көре аласыздар және қаншалықты осы тақырыпты игергендеріңізді байқай аласыздар. Осыменен біз сіздерменен 7-ші тақырыбымызды аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.